1 литр су мен 1 қасық тұз ағзаны артық заттан тазартады. Тұздың емдік қасиеті өте мол. Тамағыңыз жыбырласа, мұрныңыз қышса, тісіңіз ауырса, көпшілігіміз алдымен тұзды сумен шаямыз. Табиғи әрі қауіпсіз тұз өзге де ауруларға ем екенін сіз білесіз бе? Ағзаңызды шлактан тазалау үшін осыны пайдаланыңыз. Сіздің ағзаңыз бірнеше жылдан бері улы заттар мен шлакқа толған. Мұны жоққа шығара алмайсыз. Бірақ құтылудың жолдары бар. Соның бірі тұзды су. Ішекті тазарту үшін тұз су ішесіз. Емді жүргізуге 1 литр су мен 1 ас қасық тұз қажет. Ыдысқа суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң 1 ас қасық тұз араластырып оттан аласыз. Жылыған кезде шыны ыдысқа сүзіп қойыңыз. Дәмі ұнамаса 2-3 тамшы лимон шырынын қоссаңыз болады. Дайын болған емдік суды 3-ке бөліп, күніне 3 рет ішесіз. Емделу мерзімі 5 күн. Ескерту: ем кезінде әжетхана қағазын қолданбайсыз. Дәретке барғанда тек қана жылы сумен жуыныңыз. Егер тікішектің шығар түсі қызарып жайсыздық тудырса, нәрлендіретін крем немесе өсімдік майын жақсаңыз болады. Ем кезінде ішкен 15 стакан тұз су сіздің ағзаңызды шлактардан толықтай тазалайды. Медицинада тұзды сумен клизма да бар. Гайморит пен созылмалы ринитті емдейді. Жарты стакан жылы суға жарты шай қасық тұз араластырыңыз. Тұз еріген соң сүзіп алып, күніне 2-3 рет 1-2 тамшыдан мұрныңызға тамызасыз. Тұз су мұрныңыздың шырышты қабығының қабынуын емдейді. Тыныс жолдарындағы бактерияларды өлтіріп, инфекциямен күреседі. Сонымен қатар мұрыннан аққан суды да тоқтатады. Тыныс жолдары мен өкпені тазалау үшін тұздың құрамындағы кальций, күкірт және басқа да минералды заттар суыққа қарсы күреседі, әрі микробты жояды. Ол үшін тамағыңызды күніне 4-5 рет тұзды сумен шаясыз. Тұз су тамақтың қызарғанын кетіреді, әрі өкпедегі қақырықты сыртқа шығарады. Егер сіз күйзеліспен күресіп жүрген болсаңыз, осы методты пайдаланып көріңіз. Йод, бром, магний жүйке жүйелеріне пайдалы екенін білесіз. Ал бұл заттарды тұздың құрамынан алсаңыз болады. Ол үшін ваннаны жылы суға толтырып, тұз араластырасыз. Сонан соң тұзды суға түсіп 15-20 минут булауды қабылдайсыз. Бұл ем ағзаны дәруменімен қамтиды. Тері тесіктерін тазартады, әрі ағзаңызды сергітеді. Тері ауруларынан да айықтырады. Егер сізде экзема, псориаз болса, терідегі жараның ең тиімді әрі сенімді емі ол тұзды су. Емдік қасиеті мол сумен жараны жусаңыз, жуық арада оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Ай толмай-ақ жараның беті қарайып жазылады. Артық салмақтан арылтады. Ол үшін ваннаға ыстық су толтырып, тұз араластырасыз. Салқындаған кезде ваннаға түсіп 15 минут жатыңыз. Бұл су қан айналымды жақсартады, ағзадағы артық сұйықтықты шығарады. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар жұмысын да жақсартқыңыз келсе, онда тұзды сумен шомылыңыз. Тұздың құрамындағы калий жүрекке оң әсерін береді. Ал егер тісіңіз ауырып, қызыл иек қанап бастаса, тез арада тұзды сумен шайыңыз. Ол тісті аурудан, қызыл иектің қабынуынан сақтайды. Ал құрамындағы кальций тіс эмалін қатайтады. Тіс жегісін қақтан тазалайды.